Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бала қиялы, екінші сабақ. Сабақтың мақсаты зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Ал балалар, ендеше сабағымызды бастайық. Сен нені қиялдайсың? Қиялдың шындыққа айналуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Дәлелдеңіздер. Өзің қиялдап көрдің бе? Жалпы қиялдай білудің қандай пайдасы бар? Осы сұрақтар төңірегінде өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Жақсы балалар, барлығыңыз дұрыс жауап берді, ойларын ортаға салды деп ойлаймын. Ал енді тілдік бағдар бойынша біз сіздермен зат есім туралы өтіп жатырмыз. Зат есімнің өткен сабақтарда зат есімнің жалпы, жалқы түрлерімен туынды, негізгі, дара, күрделі деп бөлінетіндігін білдік. Және сұрақтармен де таныстық. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен деректі және дерексіз зат есімдерге тоқталатын боламыз. Деректі және дерексіз зат есімдер. Айналадағы заттар мен құбылыстардың адамға танылуы әрқалай. Олардың бірі қолмен ұстап, көзбен көруге болады. Ал енді бірін оймен, ақылмен ғана сезіп білеміз. Осындай ерекшелігіне байланысты олардың өзі деректі және дерексіз болып бөлінеді. Нақтылы тануға болатын зат атаулары деректі зат есім деп аталады. Олар аң, шөп, ағаш, құс және тағы басқалар. Ал енді көзге көрінбегенімен адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын құбылыс немесе ұғым атаулары дерексіз зат есім деп аталады. Мысалы, адамгершілік, ақыл, қуаныш, парасат, сезім тағы басқаларын жатқызуға болады екен. Ал балалар, сонымен зат есім мағынасына қарай деректі және дерексіз болып бөлінеді екен. Деректі зат есімдер көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттардың атауы. Мысалы, ағаш, орындық, қалам, қағаз, торғай деген сияқты. Ал енді дерексіз зат есім көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін, тек оймен, ақылмен ғана сезіп білетін ұғымның атауы. Мысалы, махаббат, қуаныш, атақ деген сияқты зат есімдерді атауға болады екен. Ал енді балалар, тілдік бағдар бойынша зат есімнің мағыналық түрі деректі және дерексіз зат есім түсінікті болса, онда тапсырмалармен жұмыс жасайық. Мына алдыларыңызға берілген тапсырма, бұл 8-ші тапсырма болатын, бұл үй жұмысына берілген болатын. Бірақ сіздер үй жұмысында осы 8-ші тапсырма бойынша жоспар құрғансыздар. Ал енді бүгін 9-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде осы 8-ші тапсырмадағы мәтіннен деректі және дерексіз зат есімдерді теріп жазайық. Үлгі ретінде мен сіздерге көрсетіп қойдым. Деректі зат есімдер, мысалы, сурет, мектеп. Ал енді дерексіз зат есімдер, қасірет, сенім. Ары қарай жалғастырып жазайық. Ал балалар, тыңдалған және оқыған мәтіндердің мазмұны бойынша суретшінің бала қиялы туралы қысқаша мәтін жазайық. Мәтінге қиял қанатында деген тақырып қояйық. Онда адам өміріндегі қиялдың күшіне, маңызына назар аударайық. Мәтінде деректі және дерексіз зат есімдерді қолданамыз. Ал енді балалар, сабағымызда аяқталып қалды. Бүгінгі сабақ бойынша қандай сұрағың бар?
Зат есімнің мағыналық түрлерінің ерекшелігін ажырата аласың ба? Жалпы деректі және дерексіз зат есім дегеніміз не? Жалпы зат есім мен жалқы зат есімнің айырмашылығы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Үйге тапсырма. Менің арманым деген тақырыпта эссе жазу. 40-50 сөзден тұратын. Жазба жұмысында деректі және дерексіз зат есімдерді қолдану. Сау болыңыздар балалар. Келесі сабақта кездескенше.